Бүгін керемет әрі дәмді шығатын фунчоза салатын дайындаймыз. Барлық ингредиенттер осы. Алдымен пиязды турап аламыз. Содан кейін туралған пиязымызға сарымсақты майдалап турап қосамыз. Келесі кезекте болгарский перецті осылай турап аламыз. Видеодағы ингредиенттер туралған соң фунчозамызға қайнаған суды құйып дайындап аламыз. Енді бастаймыз. Сковородкамызға майды құйып, пияз бен сарымсақты қуырып аламыз. Ендігі кезекте болгарский перецті қосып араластырамыз. Енді теркадан өткізілген сәбізді қосып араластырамыз. Осыны 3-2 минут аралығында күтеміз. Енді дайын болған кезде бір ыдысқа аударып аламыз. Енді қайттан сковородкамызға май қосамыз, бірақ бұл жолы тауықты қуырамыз. Басында тауықты 5 минут қуырып аламыз. Ендігі кезекте тұз, қант және паприка қосамыз. Осы ингредиенттерді тауыққа қосқаннан кейін кішкене су құйып 10-15 минут бұқтырамыз. Ендігі кезекте дайын болған тауығымызды саламыз ыдысқа. Және де сәбіз, болгарский перец және де пиязды қосамыз. Және алдын ала туралған огурцты қосамыз. Енді дайын болған фунчозамызды қосамыз. Ендігі кезекте маңызды ингредиенттердің бірі соя соусын қосамыз. Және де қалған паприкамызды қосамыз. Енді фунчозамызды араластырып аламыз. Укроп қосуға да болады. Ендігі кезекте фунчозамызды толықтай араластырып аламыз. Енді тұз қосамыз. Мінекей біздің фунчоза салат